Сәлеметсіздер ме? Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы. Дүние жүзіне ең көп тараған мәдени дақылдың бірі күріш дақылы. Ежелгі Қытай рецептілері тәніміздің саулығын сақтайды. Уақыттың өзі тексерген медициналық білім көмектеспеген кезде бізге халықтық ем көмекке келеді. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттектермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады, асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецепті бар. Яғни қарапайымынан басталып, бірнеше қадамдардан тұратында рецептілер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша кастрюльге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минут қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып, сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стакан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтағышта ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да суытып әр 2 сағат сайын ішіңіз. Қайнатпаны қою қылып қайнатуға болады. 5 ас қасық күрішті алтын түсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышқа салып ұнтақтаңыз. Жарты литр суды жылытып, оған күріш ұнтағын салыңыз да жарты сағат қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы дайын болған соң суытып, қабылдай беруге болады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецептін қолдансаңыз болады. Дегенмен, сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны былай дайындайды. 1 стакан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Сондай-ақ күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатыңыз да бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Сонымен қатар Азияда ашыған күріш сусынын да дайындайды, яғни ферменттелген күріш сусыны. Ашыған су қарапайым қайнатпа секілді дайындалады, тек әзірлеу кезінде суды көп құю керек. Күріш қайнаған кезде оны кепсермен сүзіп алыңыз. Бізге күріш суы керек болғандықтан, суда қайнаған күрішті тамақ пісіру үшін қолдансаңыз болады. Ал қайнатпаны ашыту үшін оны 1 тәулікке қойып қойыңыз. Содан кейін ашыту процесін тоқтату үшін сусынды қайтадан қайнатыңыз. Кейін сусын суығанда аздап қолдана берсеңіз болады. Бұл сусын жасартушы құрал ретінде әрекет етеді, себебі оның құрамында Е дәрумені өте көп. Күріш сусыны 100%-ға дейін әсер етсін десеңіз, оны дұрыс ішкен дұрыс. Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стаканның 4-тен 1 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды, себебі оның әсері әлсіз болады. Ол дәретті тым қатайтып жіберуі мүмкін. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасық ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға 1 ас қасықтың өзі жеткілікті, бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдансаңыз болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шаш жууға болады. Сонда шашыңыз үлпілдеп, жылтырап тұрады. Ал күрішті суға қайнатып, оған айран қосып ішсе, асқазан ішекті тазартып, ағзаны, теріні жасартатын дайын детокс.
3 немесе 5 күнге созылған осындай диета ұстансаңыз, жасушаларды жаңарып, ағзаға жиналған тұздан арыласыз. Бұл диетаның ерекшелігі күріш пен айран ботқасын қалауыңызша жей беруіңізге болады. Күріш қайнатылған суды жиірек ішу бауырды тазартады. Күріш суы теріні жас әрі тегіс етеді. Қытай мен Жапония елінде әйелдер сан ғасырлардан бері күріш суымен жуынып келе жатқанының бір себебі осы. Күріш суынан жасалған лосьон кез келген тері түріне қолдануға жарайды. Тіпті ең нәзік деген теріні де тітіркендірмейтініне сенімді болыңыз. Біраз уақыт қолданған соң теріңіздің бұрынғыдан әлде қайда балғын, тегіс болғанын әрі жасара түскенін байқайсыз. Бұл айтылғандарға көз жеткізгіңіз келсе, күріш суы лосьонын әзірлеп көріңіз. Қақпағы тығыз жабылатын ыдыс, 1 стакан шикі күріш, сүзгіден өткен су қажет. Күрішті жуыңыз. Жуған суды төгіп тастаңыз. Үстінен сүзгіден өткен таза суды құйыңыз. Күріш құрамындағы құнарлы заттар суға шығу үшін 1 сағатқа қойып қойыңыз. Күріштің суын сүзіп, қақпағы тығыз жабылатын ыдысқа құйып, тоңазытқышқа салыңыз. Дәл осындай әдіспен әзірленген лосьонды тоңазытқышта сақтай отырып, онымен 4-5 күн бойы теріні сүртуге болады. Егер күріш суынан жасалған лосьонның қасиетін арттырғыңыз келсе, 1 сағат тұрғаннан кейінгі құйып алған суды тағы 2-3 күн сөреге қойып, бөлме температурасында 2-3 күн ұстаңыз. Ол ашып, ферменттелу процесі жүреді. Ашыған, азап қышқылданған қоспаны отқа қойып, бір қайнатып алсаңыз тәпті керемет. Содан соң қайтып, суытып, 3-4 тамшы кез келген эфир майынан тамызсаңыз, тоңазытқышқа сақтаңыз. Бұл түрі де тоңазытқышта 5 күн сақтауға жарамды. Егер қоспаны көбірек мөлшерде әзірлесе, онымен бетті 4-5 рет шаюға болады. Азырақ болса мақтаны батырып, бет терісін сүртіңіз де, артынан салқын сумен шайыңыз. Егер теріңіз майлы болса, сол қалпында, ал сезімтал болса 1-1 қатынасында сумен араластырып пайдаланыңыз. Үзбей қолдансаңыз, бірнеше аптадан соң бет терісінің тартылып, түсінің біртектеліп, ағарғанын, әжімдердің азайғанын байқайды. Қартаюға қарсы маска. 2 ас қасық күріш ұны, 1 жұмыртқаның ақуызы, 1 ас қасық глицерин қажет. Барлығын араластырып, бетке жағып, кепкенше ұсталуға тиіс. Содан соң салқын сумен жуып тастау керек. Безеуге қарсы маска. Қажет заттар: 2 ас қасық күріш ұны, 1 ас қасық бал, 2 ас қасық алоэ сөлі. Барлығын араластырып, бет терісіне жағып, 10 минут ұстайды. Соңынан жылы сумен жуу керек. Күріш суы тұнбасы сізге не береді? Тері саңылауларын арылтады, акнеден арылтады, тері жұмсарып жарқырайды, тыртықты кетіреді, теріні ағартып, терінің беткі қабатын жаңартады. Тері қан айналымын жақсартады, ұсақ әжімдерді тегістейді, қартаю процесін баяулатады. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.